Hani yani doktorlar? Koruyor da. Neye sürüp gitti? Endi alып ketip олар деген сою керек, олар анализ жасау керек дейді. Biz bilmeyimiz bu deyip neyin qaysı bolar. Bilgende olab bilse de Vakцина деп айтпайды бұлар. Мен ертең сіз с утра келіңіздерде, бүгін воскресный жыл, ертең с утра келіп кестірмей алып кетулеріңізге болады дейді. Иә. Ну это все кеше вакцина салды мысалы, правильно? Түнде жаурағаны кісілер айтып жатыр, жаурақ қалтырап нетіп жатырмын деп жатыр, правильно? Сорпада бердім деді, ештеңке болмады. Сағат қаншада қайтыс болды? Білмейді, қайрат айтады, сағат 6-да тұратын, осыны малға тұра болды. Иә. Они тұрсаш деймін, үндемеді дейді. Бұл шығып кетіп өте тұрады. Өз түнен алып жүрді дейді. Сонымен тағы да ертін етсең, жолқасын сылып кете қалыпты. Өтіліп кеткен дейді. Денесі бірақ жылы дейді. Сол таңға жүріп кеткен екен. Түнімен жүрген өзі ауырып жүріп та ауырдым дейді. сразу капельницалар скорый шақырып капельницалар таңертең нормально жүріп ішінде империямен шөптермен өскен ғой, сонда да мені кішкене болса және құйрықта кетейін. Алло. Ничего. Не, ну прям. Арайка. Вот еще один человек умер от рака у нас. Работала в 4-й. Эта женщина с нашего аула работала в 4-й городской больнице, 4-й отдельной больнице городской. Вчера она сделала вакцину, сегодня под утро умерла. Вот стоят из милиции, сейчас позвали скорую. Вот такие вот дела у нас творятся из-за вакцины. Нас убивают медленно. Вот они с органов приехали, что-то пишут. Скорая сейчас приедет, заберет человека на вскрытие. Дорогие люди, давайте поднимем этот вопрос по Краховпен, потому что это невозможно. От вакцины люди умирают. Вот вам пример. Что-то у нее внутри организма не то было, что повлияло, да?